Бәріңізге сәлем, сіздермен бірге Ағаке Болатбекқызы, Халед Хосейни, Батпырау қуған бала, 3-ші тарау. Менің әкем Белуджистанда қарусыз бір дәу қара аюмен алысқан деген әңгіме тарап жүреді. Егер басқа біреу сөйтіпті десе, бұл күмән тудырар әңгіме болар еді. Ауғандар бірдеңені әсірелеп айтуға әуес, сорына қарай ол осы ұлттың ерекшелігіне айналып кетпесе игі еді. Мысалы, біреудің баласы шипагер еді деп мақтаса, ол бала кезінде орта мектепті оқып жүргенде-ақ биология емтиханынан үздік өткен болып шыға береді. Ал әкем жөніндегі әңгіме болса, оның растығына ешкім күдік келтірмейді. Егер оған сенбейтін біреу болса, әкемнің арқасындағы 3 бірдей тіртік куә бола алады. Мен әкемнің аюмен алысқан сәтін қаншама рет ойладым десеңші. Тіпті түсімде де көріп жатамын, бірақ қайсы әкем, қайсы аю екенін айыра алмай аласұрып жатамын. Бір күні Райымхан әкемді Дауыл мырза деп қалып еді, бұл әкемнің лақап болып тарап кетті. Бұл ат әрине затына сай еді. Ол кәдімгі пуштун ғой. Бойы биік, денесі зор, өзі аса күшті. Қою қара сақал қойған, қоңырқай бұйра шашы өте әдемі әрі қайратты. Салалы да жуан қолымен тік тұрған талдың өзін тамыр түбірімен жұлып алғандай еді. Райымханның сөзімен айтқанда, мөлдір қара көзімен тік қарайтын болсан, оның алдында дю перінің өзі тізерлей кетер еді. Бойы 2 метрге таяйды. Дастархан басында болса, күннің күнбағысты өзіне қаратқанындай жұрт назарын бірден өзіне бұрып әкетеді. Тіпті ұйықтап жатқан кездің өзінде де көңіл аудартады. Мен үнемі құлағыма мақта тығып басымды жамылғымен бүркеп алсам да, әкемнің машина гүріліндей болған күшті қорылы екеуміз жатқан 2 бөлменің ортасында қонақ бөлмесі бола тұрса да, содан өтіп маған жетіп жатады. Шешемнің онымен бірге төсекте жатып, қалай ұйықтай алатынына таң қаламын. Егер оны көрген болсам, бәрін де сұрап білер едім. 1960 жылдардың соңында 5-6 жас кезімде әкем балалар үйін ашуды ұйғарды. Бұл туралы әңгімені маған Райымхан айтып берді. Әкемде құрылыс салатын ешқандай тәжірибе болмаса да, құрылыс сызбасын өзі сызыпты. Жұрт бұған күдік келтіріп, ақымақ болмай құрылыс шеберін жалдап істетсеңіз болмай ма десіпті. Әрине, әкем оған көнбейді ғой. Жұрт бұған бас шайқап, әкемнің бірбеткейлігіне қайран қалысыпты. Сонымен ақыр аяғында әкем құрылысты сәтті тындырыпты да, жұрт енді оған құрметпен бас изесіп, табысқа жеткен іскерлігін мақтапты. Балалар үйінің ғимараты 2 қабатты, Кабул өзенінің оңтүстік жағасындағы Жахид Майуанд жолының бойында орналасқан болатын. Оған жұмсалған қаражатты түгелдей әкем беріпті. Райымхан тұтас құрылысты әкең жалғыз өзі мойнына алды. Инженер, электрик, құбыр тартушы, жұмысшы, құрылысшы дейсіз бе? Сонша адамның жұмыс ақысының бәрін әкең берді деп айтты. Қала әкімдерінің де мұрттары майланып қалыпты сол уақытта. Балалар үйінің құрылысы 3 жыл жүрді. Салынып болған жылы мен 8 жасқа шыққанмын. Әлі ұмытқам жоқ. Құрылыс бітпестен бір күн бұрын әкем мені Кабулдың солтүстік жағындағы бірнеше миль қашықтықтағы Карга көліне ертіп барды. Хасенді де ертіп ал деп еді, мен Хасеннің біраз шаруалары бар екен деп жалтардым. Өйткені әкем тек менікі ғана болуы тиіс қой. Тағы бір ретте Хасен екеуміз осы Карга бойында суға тас лақтырып ойнап жүргенбіз. Оның тасы су бетінде 8 рет шорғақтады, ал мен барымды салып лақтырсам да 5-ақ реттен аспады. Әкем қасымызда қарап тұрған болатын. Хасенді арқасынан қағып, мойнынан құшақтап қойды. Әкем екеуміз көл жағасына үстел қойып тамаққа отырдық. Әкем де мен секілді суға піскен жұмыртқа, кофта, тефтели және тұздалған қияр жеп отырды. Көл беті құдды мөлдір айнадай жарқырап, күн сәулесімен шағылысып тұрды. Әр жұма күні осы маңның тұрғындары отбасымен бірге көл жағасына келіп уақыттарын көңілді өткізетін. Бірақ біз барған күні апта аяғы емес еді. Ол арада әкем екеумізден басқа сақал мұрт, ұзын шаш қойған бірнеше саяхатшы ғана болды. Оларды хиппи деп атайтынын бұрын да естігенмін. Олар қармақ салып, аяқтарын суға малып, кеме тұрақта қаперсіз отыр. Осы сәтте әкемнен олардың шашы неге ұзын деп сұрағанымда, ол ләм демеді. Ол маған назарын аудармастан ертеңгілік баяндамасына қауырт дайындық үстінде еді. Алдындағы қолжазбасына үңіліп, кейбір жерін қарындашпен сызады. Мен жұмыртқаны жей отырып,
Сыныптағы бір ұл бала жұмыртқаның қабығын жесе, дәретпен бірге түсіп қалады деді. Осы рас па? деп едім. Әкем бәз-баяғысынша үндемеді. Мен сэндвичті асап жатырмын. Анадайда тұрған сары шашты саяхатшы қасындағы серігін арқасынан түйіп, өз сөзіне өзі мәз болып жатты. Осы сәтте көлдің арғы жағында бір жүк көлігі қою шаң шығарып бір брусқа сынып кетті. Көліктің артқы айнасы әуедегі алып күніне шағылысты. Мен жаман ауруға шалдыққан сияқтымын, дедім өз-өзіме. Сонда ғана әкем маған бетін бұрды. Қолындағы қолжазбаны баяу ескен самал тербеп тұр. Ол кенет басын көтеріп маған: «Барып ас содасы қосылған суыңды іш», дедім, жай ғана. Қалай болғанымен менің осы сәтте қолымнан бар келетіні әкемнің көлігінің артқы сандығын ақтару ғана еді. Келесі күні балалар үйінің сырт жағына қонақтар көп жиналды. Келушілер аса көп болғандықтан орындық жетпей қалды. Көптеген адам балалар үйінің ашылу салтанатын тікесінен тік тұрып тамашалады. Дәл сол күні жел жарықтықта өз әуеніне басты. Жаңа ғимараттың қақпалдына мінбе қойылып, ол жерге әкем отырды. Мен оның арт жағынан орын алдым. Әкем үстіне көкшіл костюм, басына тымақ киген. Баяндама жасап жатқанда тымағын жел ала қашып, ішіп пысқан жұрт күлкіге қарық болып жатты. Ол маған ымдап, жел ұшырған тымағын өзіне алдырды. Мен бұған қуандым. Өйткені жиылған көптің бәрі оның менің әкем екенін білдім. Ол жаңа салынған балалар үйіне қарап тұрып, «Бұл құрылыс та менің тымағым сияқты желге ұшып кетпесе екен» деген тілектемін деп еді. Жұрт тағы да қыран-топан күлкіге ерік берді. Ол осылай дегенде көпшілік орындарынан тұрып, әкеме алғыс айтып ұзақ қол шапалақтады. Келген қонақтар әкеммен қол алысты. Тіпті кейбіреулері менің басымнан сипап қолымды қысты. Әне сол сәтте мен осындай әкемнің болғаны үшін мақтандым. Өзімді ең бақытты адам деп есептедім. Әкемнің әр ісі оңға басып шаруашылығы жүріп тұрса да, кейбіреулері үнемі күстаналағанды қоймады. Олар әкемде сауда істеу қабілеті жоқ, атам сияқты заң саласымен айналысуы керек десіп жүрді. Ал керісінше әкем олардың былжырақтарын теріске шығарып, саудасын байыппен жүргізе берді де Кабулдағы ең ірі саудагерге айналды. Райымхан екеуі бірлесіп кілем экспорттайтын бір компания, 2 дәріхана мен 1 мейрамхана ашты. Тіпті кезінде әкемнің айналасындағылар әкемнің неке ісіне де күмән келтіріп, ол патша әулетінен емес қой деп жазғырғаны да бар еді. Мұның себебін ол менің анам София Акрамиді әйелдікке алған. Анам өте тәрбиелі, мінезі жібектей, Кабулдағы ең сұлу қыздардың бірі болатын. Университетте парсы әдебиетінен дәріс алыпты. Ата-бабалары астынан тақ кетпеген әулет екен. Қыжырма сөз айтып жүргендердің сөзін көңіліне алған әкем олардың алдында анамды менің ханшам деп атауды жөн көріпті. Әкем айналасындағы істерді өз ойынша істеп, кесім жасай беретін. Мен ол істерге араласпайтынмын. Әрине, әкем мына дүниенің ақ пен қарадан тұратындығын шамалай алатын. Қараның не, ақтың не екенін ол жақсы білетін. Егер сен оны жақсы көрсең, бойыңда үрей мен қорқыныш қатар өмір сүретін. Мен 5-ші сыныпқа шыққанда аласа бойлы, бетін безеу қаптаған, дауысы қырылдақ Фатиоллахан деген діндар кісі бізге ислам білімдері туралы дәріс оқыды. Ол бізге зекет берудің сауабы, қажылыққа барудың парызы туралы уағыз айтатын. Әр күнгі 5 уақыт намазды қаза қылмау жөнінде де тәрбие беретін. Сонымен қоса Құран кәрімді жаттатқызады, бірақ Құранды аударып, мағынасын түсіндірмейді. Алланың құлағына анық естілсін дегені болар. Ол қолына шыбық алып бізге беймәлім араб сөздерін дауыстап, дұрыс дыбыстауымызды талап ететін. Бір күні ол арақ ішудің исламда ауыр күнә екенін, араққа салынғандардың қияметте жазаға ұшырайтынын айттым. Ол уақытта Кабулда арақ құмарлар көптеп кездесетін. Бірақ оларды ешкімде көпе-көрнеу айыптамайтын. Арақ құмар ауғандар ешкімнен қымсынбай, үрімкесін сіміріп тұра беретін. Тіпті жұрт жақсы арақты дәрі ретінде сатып алып, қоңыр түсті қағаз қалтаға салып, аузын байлап алып бара жататын. Мұнысы жұрт көзінен жасырғаны, бірақ жол бойы кездескендер бір көріп-ақ оның не екенін біле қоятын. Өйткені бәрі арақ сататын дүкендердің жұмысқа істерінен жақсы хабардар еді. Әкем екеуміз үйіміздің үстіңгі қабатындағы кітап бөлмесінде оған Фатиоллахан молданың дәрісханада айтқаным айтып бердім. Әкем менің айтқандарымды мұқият тыңдап,
бокалдағы вискинен жұтып отырды. Сосын бокалын қойып былғары креслоға мені тізесіне алып жайғасты. Мен өзімді ағаш дөңбек үстінде отырғандай сезіндім. Ол әлсін-әлсін терең дем алып, демі қияқ мұртын желпіп тұрды. Дәл осы сәтте мен оның құшағына кірерімді не жылыстап кетерімді білмей дағдардым. «Маған бәрі түсінікті», деді ол зор даусымен сөйлеп. «Сен үйренген білімің мен өмірден көргеніңді шатастырып отырсың. Бірақ оның айтқаны шын болса, онда сен күнәлі шығарсың, әке», дедім. «Сен», деді әкем аузындағы мұз түйіршіктерін қытырлата шайнап тұрып, «менің күнәға деген көзқарасымды білгің келе ме?» «Әрине білгім келеді». «Онда саған айтып берейін», деді ол. «Бірақ сен алдымен мынаны білуің керек. Әмір, саған ол сияқты дәлдүріштер еш нәрсе үйрете алмайды». «Фатиолла хан молдан айтып отырсың ба?» Әкем мұз салынған ыдысын қолына алып тұрып, «Мен тек оны ғана емес, әрқашан өздерінікін дұрыс санайтын сол маймылдарды меңзеп тұрмын. Олардың беттеріндегі түксиген түктеріне сару керек», деді. Сол сәтте мен олар өздерінікін дұрыс санай ма, әлде басқа ма, оған бас қатырмай тек әкем шынымен маймылдың сақалына сарып тұрғандай қарқылдап күле бердім. Бұл мен үшін бір естен кетпес оқиға болды. «Олар таспиығын тартып, Құранды жаттап, сарнағаннан өзге нені білер дейсің?» деді әкем алдындағы вискинен бір ұрттап. «Егер бір күні Ауғанстан олардың құзырына өтсе, бойында жаны бардың бәрі бір Аллаға бізді құтқаршы деп жалынар еді». «Бірақ Фатиолла хан молда жақсы адам емес пе?» деп күлкімді зорға тоқтаттым. «Шыңғыс хан да өз заманында жақсы адам болған», деді әкем. «Жарайды, енді күлме. Одан да сен менің күнә туралы түсінігімді сұрасаңшы. Қаласын айтып берейін, тыңдап тұрсың ба?» «Құлағым сізде», дедім. Мен ернімді тістеп тұрсам да мырсылдап күле бердім. Әкем маған қадала қарағанда барып күлкімді тыйдым. «Мен сенімен кәдімгідей еркекше сөйлеспекпін. Бұлай істеу қолыңнан келе ме?» «Әрине», дедім мен. Таңғалатыным әкем үнемі осы тектес бір ауыз сөзбен ақ есімді жиғызатын. Оның мені алдына алып мейірленуін айтпағанда маған анда-санда ғана тіс жаратын. Әлгінде ғана екеуі ара жақсы әңгімелесе бастап ек, мен нақұры сол сәттің қадіріне жете алмадым. Оның көзі әлі де маған күдікпен қадала қарап тұр. «Жарайды. Молда аузына келгенін айта берсін, бірақ күнәнің бір ғана түрі бар, тек біреу ғана», деді әкем. «Ол ұрлық. Басқа күнәлардың бәрі де соның өзгерген түрі. Енді түсіндің бе?» «Жоқ, әке», дедім мен. «Бұдан бұрын неге бұған бас қатырмадым деші, әттеген-ай. Бұл туралы білетін болсамшы, ол тағы да менен сырт айналатын болды» деп іштей мазасыздандым. Ол мезі боп күрсіне берді. Оны бұл қылығы менің жаныма батты. Себебі ол әдеттегі істерге бола қабақ шытатын адам емес еді. Әкем үйге әр күні ымыртта қайтатын, ал мен кешкі асқа жалғыз өзім отыратынмын. Дәл осылай қанша рет қанша қайталағанын анық білмеймін. Әкемнің құрылыс басында екенін білсем де, әлиден «Әкем қашан келеді? Әкем қайда?» деп сұрағыштай беремін. Ал әкем ол жерге барып, құрылыс барысын тексереді. Тіпті оның бұған қалай төзіп жүргенін ойлағанында, сол балалар үйіне түсетін балаларды іштей жек көріп, ата-анасымен бірге неге жер қаппайды деп ойлайтынмын. Егер жазатайым біреуді өлтірсең, сол адамның өміріне қиянат жасағанын, тіпті оның жарына да зиян келтіріп, балаларын жетімсіреткенің, ал өтірік айтсан, өзгелердің сол істің ақиқатын білу құқығынан айырғанын, біреуді қасақана алдасан, оның адалдыққа жету құқығын бұзғаның. Түсіндің бе? Деді әкем. Есінде қалғаны әкем 6 жасқа шыққанда атамның үйіне түнде ұры түсіпті. Атам ел алдында беделі бар қазы екен. Қыраға атам үйіне түскен ұрыны байқап қалып, абдырап қалған қаныпезер ұры атамды бауыздап өлтіріп, әкемді жетім қалдырыпты. Ертесі түске жақын жергілікті тұрғындар әлгі ұрыны ұстап әкеліпті. Ол Құндыз өлкесінен қаңғып келген есерсоқтың бірі екен. Сол күнгі екінді намазы басталардан 2 сағат бұрын әлгі ұры һәм жауызды тұрғындар емен ағашына асып өлтіріпті. Бұл істі мен әкемнің аузынан емес, Райымханнан естідім. Әкемнің өміріне қатысты істерді үнемі сол кісіден естіп келемін. Әмір,
Мына дүниеде ұрлықтан асқан ауыр күнә болған емес, деді әкем. Егер кімде-кім басқалардың мүлкін алса, тіпті ол біреудің өмірі емес, бір үзім нан болса да, мен ол адамды кешіре алмаймын. Егер ол көшеде маған кезіге қалса, ұлы жаратушының өзі де оған араша түсе алмас еді. Түсіндің бе? Әкемнің ұрыларға деген осы көзқарасының менің санамда ізгілік пен қорқыныш сезімін ұялатқанын білдім де, әлбетте түсіндім дедім. Әкем, Құдай бар болса, мен оның тек менің арақ ішкеніме көз қырын салмай-ақ, одан өзге маңызды істер істеуін өтінер едім. Бара бер, ұлым. Күнә туралы саған аз айтқан жоқпын, енді арақ ішейін деді. Мен оның лезде бокалын толтырып, арақ құйғанын көрдім. Енді қашан, дәл бүгінгіде емен жарқын сөйлесер екенбіз, деген ой маған маза бермеді. Себебі бәрін бесенеден белгілі, менің ойымша туған әкем мені жек көреді. Оның бұлай істеуге қақысы бар еді. Қалай дегенмен мен оның сүйген жарың, көңілі қалаған ханымын жазым еттім емес пе? Енді менің қолымнан келері, қалай дегенмен де әкеме ұқсауға құлшыну. Бірақ мен оған тетте де ұқсай алған жоқпын. Мектепте біз шерянги ойынын ойнайтынбыз. Былайша айтқанда бұл өлең айту жарысы еді. Парсы тілінен сабақ беретін мұғалім ортада тұрып ойынға жетекшілік етеді. Ойын ережесі бойынша сен бір шумақ өлең айтасың, қарсыласының оған жауап қайтаруына 1 минут уақыт беріледі. Бірақ ол айтатын өлеңнің сенің өлеңіңнің соңғы әрпінен бастауы керек. Осы ойын басталарда сыныптағылардың бәрі менімен бір топта болғысы келеді. Өйткені сол кездегі 11 жастағы мен атақты Омар Хайямның, Хафиздің 10 шақты өлеңін судыратып жатқа айтатынмын. Қала берді Румидің Манасауи Мағнауин деп жаттап алғанмын. Бір рет ойында мен өз сыныбым атынан осы ойынға қатысып, бәсекелестерімді жеңіп, жеңімпаз болғам. Сол күні кеште бұл жеңісім туралы әкем айтып ем, ол жай ғана жақсы болыпты дей салды. Қатал әкемнің маған бауыр етіне деген бейжайлығынан алыстау үшін мен бақилық болған анамнан қалған кітаптарды оқумен болдым. Әрине маған Хасен серік болды. Руми, Хафиз, Сағди, Виктор Гюго, Жюль Верн, Марк Твен, Ян Флеминг дегендердің шығармаларын бірінен соң бірін оқи бердім. Бұларды оқып болған соң кісіні мезет ететін тарихи кітаптарға назар салмай, прозалық, поэзиялық кітаптарды оқыдым. Майда ақшаларымды кітап алуға жұмсадым. Кинотеатрдың қасындағы кітап дүкеніне апта сайын бас сұғып, жоқ дегенде бір кітаптан сатып алып жүрдім. Жиналған кітаптарым сөреге симағандықтан қағаз жәшіктің ішіне салдым. Әрине, поэзияға құмар ақын жанда елге жар болу деген өз алдына бір мәселе. Ал аңға шыққаннан гөрі поэзиялық кітаптарға көбірек тесілетін балаға әке болу дегенге әкем бас қатырғысы келмейтін. Нағыз ер азамат поэзияға әуестенбейді, тіпті нағыз ер азаматтың өлең жазуына да Алла тыйым салған. Нағыз ер азамат әкемнің бала кезіндегідей доп теуіп, футбол ойнауы керек, соған ғана әуестеніп құмар болуы тиіс. 1970 жылы әкем балалар үйі құрылысын уақытша тоқтата тұрып, Тегеранға сапар шекті. Әкем ол арада 1 ай тұруды жоспарлады. Өйткені ол кезде Ауғанстанда теледидардың жоқ кезі. Сол үшін әкем Тегераннан футболдан әлем чемпионатын көрмекші болды. Мені футболға қызықтыру үшін бір командаға қатыстырып қойыпты. Бір қызығы футболдан хабарсыз мен командамызға масыл болдым. Пас берілген топтан емес командастарымның қарсы жаққа шабуылына кесе көлденен болдым. Ше деген 2 бұтым біріне бірі тиіп топ алаңда сүріне қабынып жүрдім. Көп өтпей-ақ әлім кетіп шаршаймын. Маған доп тиер емес, сонда да маған бер деп дәлдүріштеніп өзі өреймін. Мен қанша айқайласам да командаласым елең етпейді. Ал әкемнің әзірге өз ойынан қайтатын түрі жоқ. Спортқа еш бейімім жоқ екенін айдан анық болса да, әкем менен тіпті бір жақсы жанкүйер тәрбиелегісі келді. Бұлай істеу менің қолымнан келетін. Спорт алаңында елден ерек, езеуреп, қызбаланып отырсам болған емес пе? Осылайша мен әкеммен бірге Кабул мен Кандагар командасының әр ойынын көрген сайын ынталы жанкүйер болып отыратын болдым. Біздің командамыздан бірер ойыншы сөгіс алған сайын төреші жездей қақтап отырамын. Бірақ әкем менің шын ынталы еместігімді іштей сезе тұра кешіреді. Ұлының футболға қызықпайтынын айтпағанда дені дұрыс жанкүйер де бола алмайтынына көз жеткізді. Бір жылы әкем мені көкпарға ертіп барғаны әлі есімде.
Көкпар көктемнің алғашқы күні өтеді. Бұл ойынға ауғандардың бәрі дерліктей қызығады. Бұл ойында жақсы өнер көрсеткен көкпаршы бай манаптардың назарына түседі. Ойыншылар тасқындай ағылған аттылардың арасынан серкені алып шығып, белгіленген көмбеге тастайды. Оның қарсыластары әртүрлі айла істетіп, сан додаға түсіп, жылқы тартып, қамшымен нұқып, жөні келсе ұрып, серкені тартып алуға әрекет жасайды. Көкпаршылармен бірге айғай-сүрен қою шан ирен жүреді. Ойынды тамашалап отырғандарда даурығып, ат тұяғы жер апшысын қуырады. Әкем екеуміз көрермендер отыратын жерде отырек, көкпаршылар бар даусымен айқайлап, әлекедей жаланған аттардың тері бұрқырап, алдымыздан зулап өте шықты. Сол сәтте әкем әлдебіреуді қолымен нұсқап, «Әмір, қалың топтың ортасында отырған анау адамды көрдің бе?» деді. «Көрдім» дедім. «Ол Генри Киссинджер», деді әкем. Менің Киссинджердің қай жердің адамы, не қылған адам екенінен хабарым жоқ. Оның кім екенін әкемнен сұрағанда болуы мүмкін. Ар жағы есімде жоқ, өйткені дәл сол кезде жұртты үрейлендірген бір іс болды. Көкпаршылардың бірі атына сүйретіліп қалды. Басқа аттар оны басып жаншып өтіп жатыр. Ол шүберектен тігілген ойыншық сияқты аттардың арасында далбаңдады. Бір кезде сүйреткен атынан зорға босады. Бірер рет бұлқынды да сұлқ жатты да қалды. Екі аяғы мүлде ретке келмеді. Оның денесінен аққан қан құмдауыт жерді қызылға бояп жатты. Мен қатты жылап жібердім. Қашан үйге жеткенше көз жасыма ерік бердім. Әкемнің рөлді бірде еркін жіберіп, бірде тежеп келе жатқаны есімде қалыпты. Ең маңыздысы, оның жол бойы тіс жармай, мені іштей жек көріп келе жатқаның оның бел әлпеті айтып тұрды. Сол күні түнде оның жұмыс кабинетінің қасынан өтіп бара жатып, есікке құлағымды төсеп, Райымханның сөздерін жасырын тыңдадым. «Шүкір, оның денсаулығы жақсы», деді Райымхан. «Мұны мен білемін», деді әкем. «Бірақ ол үнемі кітап оқып отырады. Одан соң меңдуана жеген адамша үй ішінде құр сенделіп жүреді. Оның не әбестігі бар? Ал мен олай емеспін ғой», дейді әкем үміті үзіліп. Дауысы қатты шықты. Райымхан күліп жіберді. «Бала дегеніміз өз қалауымен бояп алатын боямақ кітапша емес қой», деді ол. «Менің айтайын дегенім, мен мүлде олай емеспін ғой. Менімен қатар өскен балалар да ондай емес болатын. Мен білетіндердің ішінде тек өзінікін ғана дұрыс санайтындардың көшін сен бастап тұрсын», деді Райымхан. Ал мен танитын кісілердің ішінде әкеме осылай тура сөйлей алатын тек осы Райымхан ғана еді. «Мұның қатысы қанша?» деді әкем. «Мүлде қатысы жоқ па?» «Жоқ». «Онда немен қатысы бар?» «Анық естідім». Әкем орнынан тұрып креслоны шығылдатты. Мен көзімді жұмып есікке жақынырақ келіп тыңдап тұрмын. Бәрін естігім келеді. Сәлден соң ол ойымнан қайтып ештеңені де естімесем бе екен деймін. Әкем сөз бастап. «Кейде мен терезеден сыртқа көз салғанымда, оның көрші балалармен ойнап жүргенін көремін. Олар менің ұлымды itергіштеп, қолындағы ойыншықтарын да тартып алады. Тіпті оған қол жұмсайды. Сенің де қол ішің сезіп тұр. Ол еш қарымта қайтармайды. Ешқашан олай істеген емес. Тек ұнжырғасы түсіп төмен қарап, содан соң. Бұл оның қатыгез еместігін дәлелдейді ғой. Мен мұны айтып отырған жоқпын, Райымхан. Сен де білесің. Оның бойында бірдеңе кемшін», деді әкем зекіре дауыстап. «Айтқаның орынды, оның бойында сұрқиялық жоқ. Өзін қорғаудың сұрқиялықпен еш қатысы жоқ. Бұл іс үнемі осылай жалғаса бере ме? Көрші балалар оны басынған сайын, Хасен ғана ара түсіп, олардың әуселесін басады. Мен мұны өз көзіммен көрдім. Ол екеуі қасыма келгенде мен одан Хасеннің беті неге жараланған деп сұрасам, ол жай ғана жығылып қалды дей салады. Меніңше, оның бойында бірдеңе жетіспейді. Сен оның өз жолымен жүруіне мүмкіндік берсенші, деді Райымхан сөзге араласып. Ол өз жолымен жүргенде қайда бармақ? Қазір өзін қорғай алмаған бала ер жеткенде ештеңе де тындыра алмайды. Сен үнемі әр істі күрделі ойлайсың. Олай деуге келмес. Ұлың кейін байлығына ие бола алмай қала ма деп қорқасың. Сол үшін оған ашу шақырасың. Көрдің бе? Бұл істі кім әдеттегідей деп ойлап отыр. Бәрін уақыт шешеді. Ол екеуінің қарым-қатынастарын жақсы екенін білемін. Бұл мен үшін қуаныш. Тіпті қызғанып та қаламын, бірақ көбірек қуанамын. Ол өзін біреудің түсінгенін қалайды.
Алла менің оны түсіне алмайтынымды жақсы біледі. Бірақ ұлымның бойындағы кей әрекеттер мені мезі қылады. Не десем екен, ол мүмкін, ол аласыра іздеген сөзді мен жорамалдап болса да табамын. Әкемнің үні қарлығып шыққанымен бәрін мен ап-анық естідім. Оның аузынан акушер оны әйелінің ішін жарып алғанын өз көзіммен көрмесем, оның менің ұлым екеніне күмәнданар едім деген сөз шықты. Келесі күні таңда Хасен маған таңғы ас әкелді. Ол менен әлденеге ашуланып отырсың ба деп сұрады. Оған қатулана қарап, саған мұның қатысы қанша деп зекідім. Әлгінде айтылған сұрқиялық туралы әңгімеге зер салақ, шынымен де Райымхан қателескен еді. 4-ші тарау. Әкем 1933 жылы дүниеге келген. Сол жылы Захир патшаның Ауғанстанға 40 жылға ұласқан үстемдігі басталған. Әне сол жылы маңызды тайпаның ұрпағы саналатын патша тұқымдары кабулдық ағайынды екеуі әкелерінің Форд маркалы жеңіл көлігімен құйғытып келеді. Наша тұтынған француздың жүзім шарабын ішкен, көңілдері масан һәм көтеріңкі еді. Олар келе жатып, Пагманға барар жолда ерлі-зайыпты екі хазарды қағып өлтіреді. Сақшылар желіккен бұл екі жасты ұстап алып, қаза болғандардың артында қалған жетім баланы ертіп, сол баланың атасына барады. Ол баланың атасы елге танымал судья екен. Ағайынды екеуіне тергеу жүргізіп, істің жағдайын білген соң, әкелерінің жалынғанына да мойын бұрмай, екеуінің Кандагарға жер аудару, 1 жыл әскери сүргінде болу үкімін шығарады. Ең алғашында екі қылмыскердің отбасындағылар бұл жазаны қалай жеңілдетудің жолын таппай дағдарды. Әкелері араша түсіп, ақтауға құлшынғанымен еш нәтиже болмады. Сонымен бәрі бұл жазаның қатаң болғанымен әділетсіз шешім деп қараған жоқ. Ал жетім қалған баланы атасы өзі асырапты. Қызметшісіне көз құлақ болуды тапсырғанымен басынан құс ұшырмай өсіріпті. Сондағы жетім бала осы Әли екен. Әли мен әкем бірге өскен. Хасен екеуміз секілді тел қозыдай болып қатар ержетіпті. Әлидің сал ауруына душар болғанға дейін олар әр күні бірге ойнап, жақсы дос болыпты. Әкем бізге Әли екеуінің бала кездегі істеген бұзақылықтарын әңгімелеп берсе, Әли басын шайқап, «Төрем, сол істерді кім ұйымдастыратынын, кім орындап, зиян шегетінін де айтсаңызшы», деуші еді. Сонда әкем қарқылдап күліп, Әлиді құшақтайтын. Бірақ әкем осы әңгімелерді айтып отырғанда, Әлиді оның досы деп ешкім де ойламайтын. Мен де Хасенді дос санатына қосқан емеспін. Әдеттегі достар есебінде де ол жоқ еді. Ол екеуміз қолымызды жіберіп, велосипед айдауды үйреніп жүргенде болсын, қағаз жәшіктен фотоаппарат жасағанда да болсын, қыс бойы бірге батпырауық ұшырып жүргенде де болсын, достық туралы ойлаған емеспін. Бұл істерге еш қатысы болмаса да, тарихтың өзгере қоюы екіталай. Дін де солай. Қалай дегенмен, мен пуштунмын, ал ол хазар текті. Мен суннитпін, ол шиит, бірақ бұларды ештеңе де өзгерте алмайды, ештеңе де. Бірақ біз бірге қадам басып, тел қозыдай боп қатар өстік. Бұны да ешбір тарих, нәсіл, қоғам, дін өзгерте алмақ емес. 12 жасқа келгенше мен Хасенмен бірге ойнап жүрдім. Кейде менің бүкіл балалығым Хасенмен бірге өткен сияқты сезіледі. Шіліңгір ыстықта екеуміз біздің үйдің ауласында салмықсаған жапырақты ағаштар арасында жасырынбақ соқыр теке, сақшы мен қарақшы, сиқыршы мен үндіс болып ойнадық. Бал арасының ұясын жұлып алып, жіпке байлап, енді ұша бергенде қайта тарқылдап ойнадық. Бұл ойынымыз көңілімізді көтеретін еді. Кейбір кезде біз көшпенділердің артынан жүріп қуалаймыз. Олар Кабул жақтан терістіктегі тауларға қарай көшіп бара жатады. Үй маңынан көш керуенінің дыбысын, қой ешкілердің маңыраған мен түйелердің қоңырау сыңғырын естігенде сыртқа атып шығып, салтанатты көшті өз көзімізбен тамашалаймыз. Еркектерінің үсті басы шаңнан көрінбейді, жүздері кісі танымастай. Ал әйелдері үстеріне түрлі түсті желек жамылып, мойнына лағыл, білегі мен тобығына күмістен әшекей білезік тағыпты. Біз олардың қой ешкісін таспен атқылап, қашарларына су шашатынбыз. Мен Хасенді Айлин қорғаны жаққа барып, олардың түйелерін таспен атқылауға қайрадым. Ол екеуміз тұңғыш рет батыс киносын бірге көрдік.
Атап айтсақ, мен үнемі баратын кітап дүкенінен әріректегі кинотеатр саябағынан Джон Уэйннің киносын тамашаладық. Әне сол уақытта әкеме мені Иранға ертіп баршы деп өтініш айтқаным есімде. Егер барсам, сол жерден аталмыш киноны көре аламын деп қиялдадым. Бұл өтінішімді естіген әкем көзінен жас аққанша күлді. Іле-шала киноға дыбыс беріп, жасаудың қандай болатынын айтты. Сол сәтте Хасен екеуміз таңғалғанымызды жасыра алмай, таң-тамаша болдық та қалдық. Таңғаларлығы, Джон Уэйн парсша сөйлемепті. Өзі де ирандық емес, америкалық актер екен. Ол ұзын шаш қойып, алабажақ киініп, Кабул көшелерінің шанын қағып жүрген өзіміздің қыз-жігіттер сияқты біреу болып шықты. Біз оның киносын 3 рет көрдік. Сол кездегі батыс киноларының ішінде бізге ерекше ұнағаны «Жеті жау жүрек» атты кино болды. Біз бұны жалықпай 13 рет көріп шықтық. Әр көрген сайын киноның соңындағы эпизодтағы мексикалық балалардың Чарльз Бронсонды жерлеген сәтін көріп, өксік атып жылайтынбыз. Өкініштісі, ол да ирандық емес еді. Кинодан шыққан соң Кабулдың жаңа шағын ауданындағы бөгде иіске толы базарды аралаймыз. Жергілікті жұрт Шарино деп атайтын бұл жер Акбархан уәзір ауданының батыс жағында еді. Ығы-жығы адамдардың арасында жүрсек те, әлгінде көрген кино жөнінде әңгімелесеміз. Ұсақ саудагерлер мен қайыршыларға толы тар көшеден өтіп, әр апта сайын әкем беретін 10 афганиге жылы кола, тәтті су және жеміс сатып алатынбыз. Оқып жүрген кезімізде әр күніміз жоспарлы өтетін. Мен орнымнан есіне тұрып, жуынуға барамын. Ал Хасен әкесімен бірге ерте тұрып, ғұсыл алып, намазын өтеп, маған таңғы ас дайындауға көмектесетін. Мен жуынып болғанша 3 шақпақ қант қосылған қара шай, тосап жағылған нан дайын болады. Таңғы асты жей отырып, мен үй тапсырмасын айтып, жағым тынбайды. Ал Хасен төсегімді реттеп, аяқ киімді мұнтаздай қып майлайды. Мектепке киетін киімімді, дәптер қарандаштарымды дайындап қоядым. Кейде оның фойеде киімдерімді үтіктеп жатып, қырылдақ дауысымен Хазар әнін айтып жатқанын естіп қаламын. Содан соң әкем екеуміз оның желдей жүйрік қара түсті Форд көлігімен жұртты қызықтыра жолға шығамыз. Жұрттың бұған қызығатын себебі де бар. Сол кезде теледидардан көрсетіле бастағаны жарты жылдан асқан ерекше жасауыл атты киноның басты рөлінде ойнайтын Стив Маккауэннің көлігі де біздікімен ұқсас еді. Хасен үйде болып, Әлиге көмектесіп, үй шаруаларын істейді, киімдерді жуып, едендерді сүртеді. Базардан жаңа піскен нан әкеледі, сосын кешкі асқа сүрленген ет дайындап, көгалды суарады. Сабақтан кейін қолыма бір кітап алып, Хасен екеуміз Акбархан уәзір ауданынан біздің үйдің терістігіндегі төбешікке барып жайғасамыз. Сол жердегі төбеде ақтарылған қабірлер бар. Сол қабір арасындағы арықтардың жағасы бұта мен бүргеннен аяқ алып жүргісіз, кімдікі екені белгісіз құлпытастар да сонда тізіліп тұрады. Қорымның үлкен қақпасын жауын шайып әбден тоздырып жіберген. Әппақ тастардан қаланған аласалау қорған түртіп қалсан, жермен шексен болатындай. Сол қорымның кіреберісінде жалғыз өскен анар ағашына өткен жазда мен Әлидің бәкісімен Әмір мен Хасен Кабул сұлтаны деп өшпестей етіп ойып жазып едім. Осы бадырайған жазу бұл ағаштың біздің еншімізде екенін айғақтап тұрғандай. Хасен екеуміз мұнда келген сайын оның салалы бұтақтарына асылып, жемісінен ауыз тиіп, қызыл күрең дәнін жеп, мәз боламыз. Тояттап болған соң мен қолымды көк шөппен сүртіп, Хасенге кітап оқып беремін. Ол кеңеске қатысып отырған қариядай малдас құрып отырып, кітапты ыждағатпен тыңдайды. Бала жүзіне күн сәулесі мен анар жапырақтарының тынымсыз көлеңкесі сағымын түсіреді. Хат танымайтын Хасенге кітапта жазылған әңгімелерді оқып берген сайын, оның көңілі өрекпен айналасындағы шөптерді жылғыштап отырады. Ол жігіт болғанда әкесі Әли және басқа хазарлар сияқты қас надандардың бірі болары даусыз еді. Былайша айтқанда, оның шешесі Санауар оған жүкті болған кезден бастап оның пешенесіне надандық жазылған деуге болады.
Шынында қатардағы қара табан құлға хат танып сауат ашудың не қажеті бар? Өзі оқи алмаса да ол осынау сырлы әріптерге көзін қадап, оған құмартудан жалыққан емес. Оған таңғажайып болып көрінетін осы жұмбақ дүние оны әр сәт сайын өзіне тарта берді. Мен оған жалықпай өлеңдер мен әңгімелерді оқып беремін, кейде жұмбақтарды да қалт жібермеймін. Бірақ кейін келе жұмбақтарды оқып бермейтін болып қалдым. Себебі зерек Хасен не бір қиын жұмбақтарды менен гөрі тез шеше алатын болды. Сол үшін оған тайталасқа арзымайтын дүниелерді, мысалы аңқау Қожанасыр және оның есегі деген сияқты ертегілерді оқып беремін. Ол екеуміз ағаш саясында бірнеше сағат бойы отырамыз. Күн ұясына кіріп, ымырт үйірілгенде Хасен тағы бір-екі әңгіме оқышы деп өтінеді. Оған кітап оқып отырғанда ол түсінбейтін сөздер болса қуанатынмын, себебі оның сауатсыздығы үшін оны тәлкек етуіме мүмкіндік табылады ғой. Бір күні Қожанасырдың әңгімелерінің ішінен бір сөзді түсінбей, мені тоқтатып, оның мағынасын сұрады. Қай сөзді айтасың? Сарамас деген сөзді айтып отырмын. Соны да білмейсің бе деп оны келеке қылдым. Білмейді екенмін, әмір төре, деді ол. Бұл көп қолданылатын сөз емес пе? Сонда да мен білмейді екенмін. Айтқандарым оған түрпіде тисе де, ол тайталаспай тыныш отырды. Шынтуайтында біздің мектепте бұл сөзді білмейтін ешкім жоқ шығар. Сарамас дегеннің мағынасы зерек, алғыр деген сөз. Толық түсінуің үшін сөйлем құрап берейін. Мысалы, кітап оқып, сөз үйрену тұрғысынан келгенде, Хасен өте сарамас. Деді ол басын изеп. Осы қылығым үшін мен өзімді ұятты сезініп жүрдім. Ағаттығымның орнын толтыру үшін оған ескі жейделерім мен ойыншықтарымды бердім. Мұндай маңызсыз ағаттығым үшін осыншама төлем бергенім әбестік емес, дедім, өз-өзіме күбірлеп. Хасен парсының ежелгі батырлары суреттелетін 20 ғасырдағы тарихи дастан Шахнаманы жақсы көруші еді. Ол бұл кітапты өте жақсы көретін. Ол шығармадағы көпті көрген патша Ферудун, Зал, Рудабені ұнатады. Бірақ ол екеуміз де Рүстем мен Сохраб хикаясына қатты берілуші едік. Ол хикаятта жаужүрек батыр Рүстем мен оның желден жүйрік тұлпары тартымды суреттеледі. Рүстем қарсыласы Сохрабты ойсырата жеңеді, ал шындығында ол өзінің сан жылдар бойы сергелдеңге түскен туған баласы болып шығады. Әңкі-тәңкі күйде қалған Рүстем қасірет жамыла отырып, ұлының туған әкем сен болсаң, қылыш тістестіріп сенімен даңқына тиді кесірім. Бәрі сенің кесірлі мінезіңнен болды емес пе? Туған анамның ант белгісін көрейінші, ал қазір балалық парызымды өтеп, әке деп айқайлайын. Жүрегін қабылдар мекен мені, өз қолыңмен жазым ет мені, деген соңғы сөзін естиді. Хикаяның осы тұсына келгенде Хасен тағы бір рет оқышы деп өтінеді. Тіптен көзінен жас ағып өксіп отырады. Оның бұл әрекеті маған жұмбақ сезілетін. Не үшін, кім үшін жылайды? Өмірлік қасіретке қалып басы қатып бала сұрған Рүстем батыр үшін бе? Жоқ әлде өлім мен өмір арасында жатып, әкеге деген сағынышты жер шеменен қозғаған Сохраб үшін бе? Бірақ мен үшін Рүстемнің тағдыры аянышты деуге келмейді. Әр әкеде баласын өз дегеніне иландыру дейтін құлшыныс бар емес пе? 1973 жылдың бір күні мен Хасенді тағы да мазақ еттім. Оған кітаптан әңгіме оқып берген болып, ойымнан хикая құрастырып отырдым. Аңқау Хасен мұны байқаған жоқ. Оның ойынша кітап бетіндегі сырлы әріптер ешкім өзгерте алмайтындай. Жұмбаққа толы. Мен өз ертегімді оқып болған соң, қалай екен деп оған күле қарадым. Ол қолын шапалақтады. Мұның қалай, дедім оған. Осыған дейін дәл осы секілді керемет әңгіме оқып берген жоқсың, деді ол ағынан жарыла қол соғып. Шын айтып тұрсың ба? Әрине. Шынымен оған ұнайды деп ойламаған едім, деп күбірледім де. Шын айтып тұрсың ба, деп қайталап сұрадым. Ол шапалақ соғып, шынында тартымды екен, ертең тағы да көп әңгіме оқып берерсің, деді. Жақсы болды, дедім мен тағы күбірлеп, құдды үйінің артқа ауласынан алтын тапқан адамдай көңілденіп. Жотадан құлдилап келе жатқанда менің басымда Шаман көшесінде атылған от шашулардай алаулы ой пайда болды. Ол маған осыған дейін дәл осы секілді керемет әңгіме оқып берген жоқсың, деді емес пе? Хасен бірдеңе сұрады.
Не сұрадың дедім мен. Нені ғажап деп келесің? Мен езуімді жия алмай оны құшақтап сүйдім. Бұл қайткенің деп ол қызарақтап. Мен оны ар итеріп, сен қазадасың, сол үшін сені жақсы көремін дедім. Сол күні түнде жартақ сағаттың ішінде мен Тырнақалды әңгімемді жаздым. Ол бастан аяқ трагедиялық сюжетке толы шығарма еді. Оқиға барысы мынадай: бір жігіт сиқырлы тостаған тауып алады. Ол тостағанға қарап жыласа, көз жасының лезде лағылға айналатынын байқайды. Бірақ жігіт сирағы шыққан кедей боп, жағдайы оңаламай тұрса да, көңілі күйреп, еш жылай алмай қояды. Қайткенде де мол байлыққа кенелу үшін ол бар амалын қолданып көзінен жас шығаруға құлшынады. Көзінен аққан тамшылар көбейген сайын лағылы да көбейе береді. Ашаранға тойын болсын ба? Ол еш қанағат етпейді. Содан әңгіменің соңында кейіпкер қолында қанжары, қойнында мезгілсіз бақилық болған сүйгені бар таудай лағыл тастың үстінде қасірет шегіп жылап отырады. Көзден аққан сорасы тостағанға құйыла береді. Ымырт үйірілген соң мен екінші қабатқа көтеріліп, әкемнің жұмыс кабинетіне бардым. Қолымда Тырнақалды туындым бар. Әкем мен Райымхан насыбай шегіп, бренди ішіп отыр екен. «Не әкелдің, Әмір?» деді әкем креслода шалқалап жатып, екі қолы төбесінде. Кеңістікте қалқыған көк түтіннен оның жүзі анық көрінбейді. Оның қадала қарағаннан жасқанып тұрмын, бірақ шағын әңгіме жазғанымды айттым. Әкем басын изеп, жымиып, бұл іске құлқы жоқ екенін үнсіз білдірді. «Жақсы жазған боларсың, солай ма?» дей салды селсоққана. Кенет түтіннен жүзін шығарып, мен жаққа қарады. Мен оның алдында не барып 1 минут қана тұрған болармын, бірақ осы 1 минут менің өмірімдегі ең ұзақ уақыт болып қала берді. Уақыт суылдап жатқанымен, әр секундтың арасы жылдай ұзақ сезілді. Ауа қапырық күйінде әлденеге байланып қалғандай. Еркін тыныстаудың өзі оңай емес сияқты. Әкемнің екі көзі әлі де менде. Бірақ ол жаңа жазған әңгімемді оқып көрейін деген ыңғай білдірген жоқ. Әуелгісінше тағы да мені Райымхан құтқарды. Жымиып маған қолын созып: «Мен оқып көрсем бола ма, ботам?» «Әмір, сенің жазғаныңды оқу мен үшін мәртебе», деді ол. Әкем осы күнге дейін мені еркелетіп ботам деп атап көрген емес. Ол иығын қиған еткізіп түрегелді. Бейне бір ауыр жүктен арылғандай. Мүмкін, оны да Райымхан құтқарған болар. Енді жөн болды. Әңгімеңді Райымхан оқысын. Мен өз шаруама дайындалайын, деді де сыртқа шыға жөнелді. Дәл осы күнге дейін әкемді пір тұтып келген едім, ал қазір өз қан тамырларымды ашып, оның салқын қанын өз денеме құйғым келді. 1 сағаттан соң түнді екеуі жеңіл көлікке мініп қонаққа кетті. Есіктен шыға берерде Райымхан әңгімеме қоса бір парақ қағазды маған беріп жатып, көзін тоқтаусыз ашып жұмып: «Бұл саған, сәлден соны оқырсың», деді де, аз-кем үнсіз қалып, менің шығармашылық әлеміме ерекше дем берген редактордың мақтауына ешкім түспейтін жалғыз ауыз сөз айтты. Ол сөз өте керемет деген сөз еді. Олар кеткен соң мен өз төсегімде отырып, шіркін, Райымхан менің туған әкем болса қандай жақсы болар еді деп қиялдадым. Содан соң өз әкемді, оның алпамсадай денесін, кең құшағын ойладым. Ол мені құшағына алып, әкелік мейірін төккенде қандай керемет сезімге енер едім. Әр күні оның денесінен арақ иісі мүңкіп тұратынын, бетіме тікендей мұртын үйгейтінін, кейде ваннаға басымды малатынын, мен ол қорлыққа шыдай алмай, дәретханаға барып құсатынымды да ойға алдым. Сол күні кешірек Райымхан берген ақпарақты қайта-қайта парақтадым. Ол хатында: «Әміржан, мен Тырнақалды әңгімеңді оқып шықтым. Маған ұнады. Шүкір, құдіретті Алла саған талант берген сияқты. Сен енді соны жетілдіре түсуің керек. Алла берген талантты өлтірген адам оңбайды. Жазған шығармаңның емлесі, стилінде еш қателік жоқ. Ең маңыздысы, бұл әңгімеңде үлкен мәнге ие сарказм бар. Сонысымен есте қалады. Мүмкін сен қазір сарказмның не екенінен хабарсыз боларсың, бірақ көп өтпей білетін боласың. Кейбір қаламгер ғұмыр бойы құлшынып, сарказмдық стильге жетемін деп әуре болады, бірақ жете алмай жолда қалады.
ал сенің алғашқы әңгімең сол деңгейге жеткен екен. Менің есігім саған үнемі ашық, әрбір әңгімеңді тыңдауға пейілдімін. Жарайсың, досың Райым, деп жазыпты. Райымханның бұл ыстық ықыласы төбемді көкке жеткізгендей болды. Әңгімемді құшақтап, астыңғы қабатқа қарай зулап кіреберіске бардым. Онда Әли мен Хасен шырт ұйқыда жатыр еді. Үнемі әкем іссапырға кетіп, Әли маған қызметші болғанда, әкесі екеуі біздің үйдің бір бұрышында түнеп шығушы еді. Мен Хасенді түртіп оятып, әңгіме тыңдағың келе ме деп сұрадым. Ол көзін аша алмай тұрды да, дәл қазір ме? Сағат неше болды деп сұрады. Сағатты сұрап қайтесің? Бұл өте керемет әңгіме. Авторы өзім, дедім мен, Әли оянып кетпесін деп сыбырлап. Ол таңғалғанын жасыра алмай, онда міндетті түрде тыңдаймын, деді де үстіндегі жамылғысын ары ыстырып тастады. Мен қонақ бөлмесіндегі мәрмәр төселген пеш жанында оған тұңғыш әңгімемді оқып бердім. Бұл жолы оны мазақ етпей, не жазсам соны оқыдым. Өйткені оқып отырғаным өз әңгімем ғой. Мейлі қалай болса да, әңгіме үшін Хасен өте жақсы тыңдарман еді. Ол оқып отырған шығарманы ден қоя тыңдап, әрбір оқиғаға қарай бет әлпетін құбылтып отырады. Әңгімемнің соңғы сөйлемін оқып болғанында, ол еріксіз сүйсіне қол соқты. Аллаға шүкір, өте тартымды екен, деді ол күліп. Саған ұнады ма? Дедім мен екінші рет мақтау естіп. Алла жар болсын, сен кейін мықты жазушы боласың. Күллі әлем оқырмандары сенің шығармаларыңды оқитын болады. Асыра мақтадың, Хасен, дедім мен. Дегенмен оның бұл сөздеріне жаным жадырап қалды. Несі артық? Шынымен керемет жазушы боласың, деді ол айтқанын қайталап. Содан соң тағы бірдеңе айтқысы келіп, аз кем ойланды да. Дегенмен осы әңгімене қатысты сұрақ қойсам бола ма? Деді бүгешектеп. Әрине, сұрай бер. Олай болса, деп барып ол тоқтап қалды. Айта бер, бөгелме, дедім мен оған. Көзім күліп тұрғанымен, осы бір мезетте өзімді шын жазушы сезініп, ол не сұрар екен деген ойдың тұтқыны болдым. Айтсам айтайын, сұрайын дегенім, шығармандағы әлгі еркек неге өз әйелін мерт қылды? Сосын неліктен қасірет шегіп көз жасын көлдетеді? Тым болмаса жылай алмағанда, пияз ескет тостағанға көз жасын құя берсе болды емес пе? Мен бақшиып аузым жиылмай тұрып қалдым. Бұл бір оғаш сұрақ болғанымен, менің ойыма кірмеген дүние болып шықты. Қапелімде не айтарымды білмей аңтарылып қалдым. Бірақ мен жазушының көзеулі мақсатының бірі сарказм екенін, ал ондағы сәтсіздіктің бірі детальдің нанымсыздығы екенін білдім. Міне осының бәрін сан мыңдаған адам ішінен сауаты жоқ Хасен үйретті. Айтып сөзбен бейнелеп бере алмайтын суық үн санамда сайрап салып жатты. Ол үн, бұл сауатсыз Хазар тұқымы не білер дейсің? Ол тек біздің үйдің ас үйде өмір сүріп келеді емес пе? Менің шығармама сын айтқан несін алған, деп қайталап тұрды. Өте керемет, деп мен бірдеңе айтпақ болдым да, сөзімнің соңын жұтып алдым. Себебі сол сәтте көзді ашып жұмғанша Ауғанстан дүниесі өзгеріп сала берді. Тыңдағандарыңызға рахмет. Пікір қалдырып, лайк қоюды ұмытып кетпеңіздер.